Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен чайға дәмді, тәтті чак-чак дайындаймыз. Рецептіні көрмес бұрын менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Бізге ең керегі ұн, 3-4 жұмыртқа, керегінше ұн керек болады. Азғантай шым-шым тұз және бір шай қасық разрыхитель, яғни қамыр қопсытқыш қосамыз. Осылай қаттылау етіп қамыр елейміз. Қамырымызды демалдыру үшін 20-30 минутқа пакетке салып орап қоямыз. Одан кейін қамырымызды алып, жұқа етіп оқтаудың көмегімен жаямыз. Егер сіздер қонақ күтетін болсаңыздар, 6-7 жұмыртқада жарайды, S1, ал өздеріңізге шайға болатын болса, онда 3 жұмыртқа немесе 4 жұмыртқаға да илесеңіздер болады. Қамырымызды осылай жұқа етіп жайып аламыз. Жайылған қамырды дәл осылай жинап, кейін пышақтың көмегімен кесеміз. Тесто нарезканы пайдалансаңыздар да болады. Шеттері ирелең болып әдемі көрінеді. Осылай кесіп, кейін 4 бұрышты етіп кесіп шығамыз. Осы уақытта табаңызға май құйып қыздырып қоя берсеңіздер болады. Мен осылай шетінен пісіріп, шетінен кесіп дайындай берем. Қамырларыңыз бір-біріне жабысып қалмас үшін және майға түскен кезде сразу араластыруды ұмытпаңыздар. Сол кезде біркелкі болып пісіп шығады. Және чак-чакты аз-аз мөлшерден пісіріп алыңыздар. Өйткені көріп отырғандарыңыздай, чак-чак майға түскен кезде ісініп өзінен 2-3 есе үлкейеді. Сондықтан барлығы бірдей әдемі болу үшін осылай аз-аздан пісіріп аламыз. Біздің чак-чагымыз дайын, барлығын пісіріп алдық. Енді өзіңізге ұнайтын кез келген сгущенканы алып, чак-чактың үстінен құйып, барлығын біркелкі болғанша араластырамыз. Маған негізі айналайын және трижеланияның сгущенкаларының дәмі ұнайды, бірақ кез келген сгущенкада жарай береді. Барлығын біркелкі болып араластырған соң, осылай тарелкаға салып, отбасыңызға, дастарханға ұсынсаңыз болады. Бұл рецепт өте оңай және өте тез дайындалады, сондықтан міндетті түрде осы рецептіні пайдаланып, отбасыңызды тәттілермен қуантыңыз. Сіздермен бірге болған мен Нұржамал. Каналға міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыз. Мама?